Ауызашардың екінші күнінде дәл осы тағамды жасаңыздар. Котлет жасай алмай, менде өмірі шықпайды деген қыздарға арналады. Себебі бір жасағанның өзінде шығады. Алдымен пиязымызды осылай турап алып, блендерге салып, блендермен жақсылап езгілеп аламыз, өткізіп аламыз. Одан кейін фаршымыздың үстіне пияз, нанның осылай жұмсақ бөлігін, бір кусогын ғана сүтке жібітіп алып, паприка, қара бұрыш, тұз қосып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін дәл видеодағыдай бірнеше рет ұрғылайсыздар, бір-біріне жақсы нығыздалу үшін. Одан кейін қолымызбен форма жасап алып, мантоваркамызды майлап шығып, үстіне орналастырамыз. Гарнирге де жеңіл болсын деп брокколи, цветная капуста, тұз, оливковое масло, паприка барлығын араластырып мантоваркамызға саламыз. Котлеттерді 30 минут, ал қалған гарнирді 5 минутта пісіріп алсаңыздар жеткілікті. Тағы да өте пайдалы болсын деп холодильниктерімізді салып шықтым. Мінекей дайын болды. Өте дәмді болады. Міндетті түрде бүгінгі ауызашарға жасаңыз.